Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ПП етті пирог жасаймыз, яғни мясной пирог из лаваша. Бұл жерде бұл пирогтың қамырын қолдан илеудің қажеті жоқ, кәдімгі лаваштан осындай өте әдемі болып тұрған, оңай әрі тез салынатын етті сочный пирогты жасаймыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі бір орташа пияз. Пиязымызды мына видеодағыдай майдалап турап шығамыз. Туралған пиязымызды 400 грамм фаршымызға әкеп саламыз. Ендігі кезекте көк шөптің кезегі. Мен бұл жерде укроп турадым. Сіздер өздеріңізге ұнайтын көк шөптеріңізді тураңыздар. Туралған укробымызды фаршымызға әкеп саламыз. Келесі кезекте бізге керегі 2 тіс сарымсақ. Осы сарымсағымызды майдалап турап шығамыз. Туралған сарымсағымызды фаршымызға әкеп қосамыз. Осы кезде фаршымызға бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Сосын осы фаршқа өздеріңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қосыңыздар. Мен бұл жерде 1 шай қасық тұз қостым. Сосын жарты шай қасықтай осындай бұрыш қостым. Сосын барып 1 шай қасықтай тәтті паприка қосып, осылардың бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей біздің ПП пирогымыздың фаршы дайын болды. Келесі кезекте бізге керегі осындай дүкеннің лавашы. Менде бұл жерде домалақ және де осы лавашымыздан 5 штук керек. Енді осы лавашымызға 2 ас қасық фаршымызды алып саламыз. Сосын мына видеодағыдай лавашымыздың бір шетіне ғана фаршымызды қасықтың көмегімен жаямыз да, сосын осы лавашымызды ораймыз. Оралған лавашымызды ыдысымызға әкеп саламыз. Ыдысты міндетті түрде майлап алыңыздар. Сосын мына видеодағыдай лавашымызды әкеп саламыз. Енді осы біздің лавашымыз бен және де фаршымыз біткенше осылай жаңағыдай қайталаймыз. Лавашымызға фаршымызды әкеп салып, сосын лавашымызды орап ыдысымызға саламыз. Осы етті пирогты сіздер түскі асқа, кешкі асқа жасап жесеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Мінекей мына шетте ең соңғы лавашымызды осылай орап, ыдысымызға салып болдық. Келесі кезекте бізге керегі 100 грамм сыр. Сырымызды үкістен өткізіп аламыз. Мен бұл жерде 2 түрлі сыр қолдандым. Осы кезде бір жұмыртқаны жарып саламыз, және де 2 ас қасық толтырып қаймақ қосамыз. Қаймақты, сырды көбірек қоссаңыздар болады. Сосын барып, осы сырымызға кішкене тұзымызды қосып, бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Лавашымыздың үстіне енді осы соусымызды құйып шығамыз. Құйып болған соң лавашымыздың барлық шетіне тиіп тұратындай тегістейміз. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пешке 180 градуста 35-40 минут арасында пісіреміз. Айтпақшы достар, осы біздің пирогымыздың үстіне кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Қарасаңыздаршы, біздің пирогымыз өте қызарып, әдемі болып пісіп шыққан. Осы пирогымызды сіздерге кесіп көрсетейін. Кесіп жатқан кезде пирогымыз қытырлап, өте жұмсақ болып кесіліп жатыр. Енді сіздерге кесілген кездегісін көрсетейін. Қарасаңыздаршы, біздің пирогымыз өте әдемі болып тұр. Осындай оңай жасалынатын
етті pp пирогты сіздер түскі асқа немесе кешкі асқа жасап жесеңіздер болады. Жасалу жолы оңай, тез жасалынады. Және де қараңыздар, біздің етіміз сочный болып, өте әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.